Саламатсыздар жігіттер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып NL компаниясының Атлант шайы. Қай кезде оны қолданамыз, қандай қарсы көрсеткіштері бар және оны кімдер ішу керек. Сонымен Атлант шайы бұл адамның денесінде мына зат алмасудың бұзылуына байланысты болатын буын аурулар бар. Ол подагра деп аталады. Сол подаграды қолданамыз. Былайша айтқанда адамның омыртқасына тұз жиналып қалғанда, болмаса бүйрегінде құмның және тастың жиналып қалуына байланысты осы шайды біз қолдануымыз керек, алдын алу үшін немесе оны емдеу үшін. Енді жалпы былай қарапайым тілмен айтқан кезде біздің адам организмі бұл кішкене химиялық завод. Біз сыртқы ортадан тамақ қабылдаймыз, адамның денесінде ол өңделеді, одан біз энергия аламыз, ол бізге строительный материал болып табылады. Бірақ сол жаңағы осы процестерден кейін адамның денесіне шлак жиналып қалады. Ол денеде шығу керек, но бірақ кейбір жағдайларға байланысты, мына тамақта бір заттардың көп болып кетуіне байланысты, болмаса бір органның дұрыс жұмыс істемеуі, одан кейін жалпы адамның өзінің физиологиялық ерекшелігіне байланысты шлак адамды қап қояды. Ол қай жерге жиналады? Ол омыртқаларға жиналады, ол буындардың ішіне жиналады, ол одан кейін бүйрекке жиналуы мүмкін. Сонымен мына подагра деген ауру бұл жаңағы обмен веществ, осы зат алмасу процесі бұзылады. Соған байланысты жиналып қалатын тұздар жаңағы буынға жиналған кезде осы подагра деген ауру пайда болады. Ол қандай ауру? Ол көбінесе ер адамдар ауырады. Бұны баяғы заманда байлардың, корольдардың ауруы деп айтқан, аристократтардың ауруы деп айтатын болған. Неге? Өйткені мына пуриндік зат деген бар. Пуриндік зат мына винода, етте, одан кейін мына бобовый дейді, горохта, машта өте көп. Балықта көп кездеседі. Соны мына бай адамдар көп жейтін болған, виномен, пивамен көп ішетін болған, балықты, етті жейтін болған. Соған байланысты бай адамдар көбірек ауыратын болған, а кедей адамдар бұлмен ауырмайтын болған. Өйткені олар ондай көп тамақ жемеген. Енді қазіргі біз заманда бізде пива көп ішеді, вино көп ішеді, етті де көп жейміз. Соған семіздік болады, ожирение болады. Осыған байланысты осы подагра деген ауру кездесуі мүмкін. Бұл әйелдерде де азырақ кездеседі, ер адамда көп кездеседі. Бұл бірінші кішкентай аяқтың басынан басылады. Бірінші бас бармақтан басылады. Ол ісініп, ауырып, басқан кезде ауырсыну мүмкін, қызарып кетуі мүмкін, деформация болуы мүмкін. Одан кейін ол жиі қайталанып тұрады. Бұл созылмалы ауру. Бірақ 5-7 жылға дейін бұны емдемесе, одан кейін бұл бүйректі зақымдай бастауы мүмкін, бүйрекке құмның және тастың жиналуына алып келуі мүмкін. Сонымен бұл түсінікті да, бұл зат алмасудың бұзылуына байланысты жаңағы пуриндік заты бар. Тамақты біз көп жейміз, сол жаңағы зәр қышқылына айланады. Зәр қышқылы негізі ол керек зат бізге мына буындарды, қан тамырларын сақтап тұруға. Бірақ мөлшерден асып кеткенде ол организмге жиналып, жаңағы бүйрекпенен буындарға, бізге адамға проблема создавать етеді, ауру алып келуі мүмкін. Енді Атлант шайын ішкен кезде не болады? Атлант шайының құрамында бұл жерде біріншіден бүйректің жұмысын жақсартатын, бүйректің жұмысын жақсартып, адамның денесінен зәрді көп шығара бастайды. Зәрмен қосып, адамның денесіне, естественно, табиғи жолменен адамның денесінен артық тұздар сыртқа шығып кетеді. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай, бұның құрамындағы шөптер зат алмасу процесін күшейтеді. Жалпы зат алмасу, ішектегі тамақтың алмасуы, жаңағы шлактардың тез шығуына, ішектегі қалып кеткен қалдықтардың, одан кейін жаңағы адамның денесіне пайдалы заттардың сіңуін жақсартатын осындай шөптер бар. Үшінші жағдай, бұл құрамында чебрец бар. Чебрец бұл адам бұрынғы заманнан бері буын ауырған кезде оның қабынуын, оның ауырсыну сезімін басатын шөп. Сондықтан бұл жаңағы денеден тұзды қолайды, одан кейін зат алмасу, жалпы зат алмасу процесін күшейтеді, одан кейін ауырсыну, қабыну процесін азайтады. Кімдерге береміз? Бұл ожирениемен страдать ететін адамдарға, ревматизммен ауыратын адамдарға, подаграмен ауыратын адамдарға, одан кейін бүйрегінде құм жиналып жатқан адамдарға біз беруіміз керек. Қалай береміз? Бір пакетикті аламыз, 200 грамм суға, қайнап тұрған суға демдейміз. Одан кейін азында кешке ішеміз. Кімдерге ішуге болмайды? Емізіп жатқан аналарға ішуге болмайды, екіқабат жүкті әйелдерге болмайды ішуге. Одан кейін тағы да болмайтындар, бұл жүрек қан тамыр ауруларының тяжелый формасында болмайды. Одан кейін аллергиялық реакция болатын болса, одан кейін өтте және бүйректе уже тас болатын болса, ол кезде болмайды. Өйткені бұл қозға жібереді, одан кейін жаңағыдай приступ беруі мүмкін. Осы тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Егер сұрақтар болса қойыңыздар, WhatsApp нөмерге жазыңыздар, комментарийға жазыңыздар. Одан кейін сұрады, қай жерден алуға болады деп. Әр үлкен қалаларда NL компаниясының магазині бар, болмаса орталықта да, аудан орталықтарында үлкен магазиндер бар. Сол арқылы, интернет арқылы заказ беріп, сол өздеріңіздің қалаларыңызға ол жеткізіп береді, сол жақтан алсаңыздар болады.
Бағасы 1555 теңге, ішінде 20 пакет болады. Негізі бұны тоқтатпай ішіп тұруға болады. 20 күн ішіп, одан кейін бір ай демалып қайтадан ішіп тұру керек. Өйткені организмді постоянно білесіздер, ол шлак жиналып қала береді. Сондықтан уақыт мезгілінің келгенде тазалап тұруымыз керек. Жақсы, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Подписка жасауды ұмытпаймыз, лайк басуды ұмытпаймыз.